Ашутас пайдасы. Толық түсіндірме. Антисептік қасиеті. Ашутас өте күшті микроб жоятын құрал. Кез келген жараны, кесілген жерді, іріңдеген теріні залалсыздандыру үшін пайдаланылады. Іріңдеген жараны ашутас ертіндісімен сүртсе тез тазарады. Ауыз қуысындағы жара, тілдің жарылуы, тамақтағы қабынуға қарсы жақсы әсер етеді. Тамақ ауырғанда көмектеседі. Ашутасты ыстық сумен ерітіп, сол сумен тамақты шаю тамақтағы қабынуды басады. Ауруды жеңілдетеді, дауысты ашуға көмектеседі. Әсіресе ангина, фарингит, тонзиллит кезінде өте пайдалы. Тіс ауруына қарсы, ауыз қуысындағы жара, иектің қанауы, жағымсыз иіске қарсы қолдануға болады. Ашутас ертіндісімен ауыз шайсаңыз микробтар азаяды, иек қатаяды, иіс жойылады. Ашутас қолтық иісіне қарсы табиғи дезодорант. Терді тежейді, иісті кетіреді, бактерияны өлтіреді. Ұсақталған ашутасты қолтыққа жағып қойсаңыз, тері азаяды, иіс шықпайды. Қазіргі көптеген табиғи дезодоранттар ашутастан жасалады. Аллергиясы жоқ адамдарға ғана, теріге арналған, безеу мен тітіркенуге қарсы. Ашутас ұнтағын суға ерітіп, беттің безеулі жеріне жақса, қабыну азаяды, майлы теріні кептіреді. Тесіктерді тарылтады. Құлақ пен мұрыннан келген іріңге қарсы ашутасты қайнаған суға ерітіп, мұрын не құлаққа компресс жасайды. Қабынуды азайтады, ірің тоқтайды. Қан тоқтатқыш қасиеті бар. Кішкентай жара, тілік, мұрыннан қан кету сияқты жағдайларда ашутас ұнтағы қолданылған. Саңырауқұлақ, грибок, қышыма, аяқ терлеу кезінде ашутас суда ертіліп, сол суға аяқ салып, 15-20 минут отыру ұсынылады. Қышу басылады, саңырауқұлақ жойылады. Қолданарда еске сақтаңыз, қауіпсіздігі артық қолдануға болмайды, тері тітіркенуі мүмкін. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.